бірінші асфальт салса. Жол жүрдік. Нұрекенді қайда ана тауға барамыз ба? Мынаған барамыз енді. Айсберг деймін. Айсберг. Артымызды түсіп қара тап-таза болып қойсақ. Артымызды жинап кеттік, кстати. Бекзат проконтролировал. Экология. Құралай апа. Еще раз проконтролировал дейсің ғой. Ал енді жолға шықтық. Бұйыртса жаңа тауға барамыз, сосын ауылға. Тауға Сосын рат демаламыз. Сұрақтарыңыз болса, келесіде қай точкеге баратынымызды комментарийге қалдырсаңыздар, сол точкеге барып, кім қандай жерге көп комментарий түседі, сол жерге жол шығуға бізде мүмкіншілік болады. Келесі кезекте. Мына 5000 теңге осы біздің көрермендердің біреуіне бұйырады. Қазір видеоның соңында осы 5000 теңгені қай жерге тығып кеткенімізді айтамыз. Тауып алған адам қуансын, бензин құйсын, или болмаса картошка жобасын алсын. Нұреке, Құралай апа, сізге бір сұрағым бар еді. Бізде осы Маңғыстауда күшті жерлеріміз болса да, неге туризм дамымай жатыр? Оны енді біріншіден қаражатқа тіреледі ғой, бәрі шаруаның бәрі. Сосын бізде жалпы Маңғыстауды таныту үшін үлкен мықты осы туризм саласында кәсіби мамандар керек. Жерді, елді, Маңғыстаудың табиғатын, таусай жырларын, аңыз тарихтарын, жаңағы әртүрлі трейлингтер жасайтын, роликтер жасап, соны үлкен пропаганда, насихат жүргізіп, тіпті әртүрлі тілдерге аударып, Европаның тілдеріне, мысалы, итальян тілі, испан тілі, ағылшын тілі, әр елдерге тарату керек. Маркетинг. Солай ма? Иә. Сол жетіспейтін сияқты. Мен өз ойым енді. Сіз, Құралай апай? Насихатымыз шамалы. Мен ойымша дамымай жатыр деген дұрыс емес, менше. Әйтеуір әркімнің өзінің күші келгенше осы жерді таныстырып жатыр елге. Мысалы үшін мақтанып айтамыз ғой, біздің Маңғыстаудың потенциалы мықты дейміз. Шынымен де ол насихаттайтын жер көп, шығатын жер көп. Ол маршруттарға дұрыс маркировка жасап, соны жүргізуіміз керек біріншіден. Әркім өзінің орнында болу керек та. Мысалы, кез келген адам джип тур ашып, қазір по дикому дейміз ғой, жабайы түрде алып келіп жатыр мысалы. Кімдер қайда барып жатқан, ешкім оны жаңағы белгілі бір неге тізімге іліндіріп жатқан жоқ. Мысалы, қанша турист келіп кетеді, оны мысалы біле бермейміз. Бірақ дегенмен жаңағы табиғаттың керемет жерлердің бірі мына мысалы Тұзбайыр мен Бозжыра болатын болса, жабайы түрде орыстар келіп, мысалы орыстар демей ақ қояйын, түрлі ұлттың өкілдері келіп, өз беттерімен келіп кетіп жатады. Осы жерлерде кәдімгі олар түрлі жаңағыдай нелер өткізеді, жарыстар өткізеді. Квадроциклменен болсын айғыздап былай да былай жүреді. Ал ол мысалы үшін бізге керек па? Ол жердің шөбін, ол жердің аңын үркітеді, көп келіп, топтап келіп. Сондықтан ол бір белгілі бір жүйеде болу керек сияқты. Жүйе болу керек сияқты да менің ойымша. Егер де олар келмесе тағы да болмайды.
мысалы біздің Бекет атамызға қаншама ұлт өкілдері келіп жатыр. Мысалы осы туристтің арқасында әлемге информация жайылып жатыр. Киелі жерлеріміздің мысалы үшін, осындай жерлер бар. Бір жағынан плюсы мен минусы да бар да туризмнің. Сонда сіз айтқандай жақсы жағы біздің Қазақстанның бренді көтеріліп жатыр. Иә. Жаман жағы келіп өздерінің бюджеттерін Қазақстанға құймай өздерінің енді белгілі бір госпошлина төлейді кете береді ғой мысалы. Иә, сондықтан бұл туризмді кәсіби түрінде дамытса қалай болады? Иә. Кәсіби налог төленеді да, мысалы үшін гидтер гидтерге жұмыс болады, водительдерге жұмыс пайда болады, бірнеше адамдарға табыстың бір көзі ғой енді да бұл туризм. Сонымен қатар, мысалы үшін біздің қазіргі жағдайда кішкене ақсап тұрған жағымыз біздің гидтеріміз. Шынымды айтсам, мына 2 метрге ары қарай жақындауға страшно даже, да? Ешкім естімейді сені. Так, менің көрермендерім, мына 5000 теңге манағы айтқан, қазір мына тастың астына қойып кетем. Соны ең астына қойып тық қоямыз қазір. Алып атырық. Так, мында қоям. Міне астына 5000 теңгені. Міне 5000 теңге. Так, міне таспен жабамыз. Бұлай жабамыз. Осылай жабамыз. Осыны тапқан адам қиын болмаса телефонына видео бейнеге түсіріп, сосын маған осы описание астында номерге WhatsApp-қа жіберсе, келесі тақырыбымызда осыны кімге тапқанын соны көрсетеміз. Ал енді кім бірінші келеді, сол адамның 5000 теңге, сол адамдікі. Іске сәттілік. Жігіттер. Бір мақсат болсын. 2020-дағы бір мақсат болсын. Біреуге соған келіп жеттік. Келесі точка. Қай жер болады? Комментарийге жазыңыздар. Сол жаққа барамыз. Келетін жерімізге келдік. Енді мұнанда бейне ешқашан ұмытылмас. Мынақта 5000 теңге жатыр тастың астында. Тапқан адам видеоға түсіріп, астында қалдырылған нөмірге WhatsApp-қа немесе хабарласып көрсетуіңізді сұраймыз. Рахмет. Красавчик. Прям острое, ё-моё. Жалғасы болатын болса, мына туризмнің арғы түбірінде көптеген идеялар, көптеген кәсіби форматында ой қабілеттер бар. Бізде ойланғанымыз қазақтың этно культурасын дамытуға болады, біздің фольклорный инструменттерімізді дамытуға болады. Бізде Қазақстанның өзінің киелі жерлері бар, соның біреуі осы Маңғыстау облысындағы осындай тарихи мәдениет ескерткіштері көп. Соны біз халыққа көрсетіп, басқа елдің ұлттарына көрсетіп, осы біздің Маңғыстауымызды брендке айналдырып, тіпті Қазақстан флагын брендке айналдыру біздің мақсатымыз. Сонда болу керек. Сол себептен осы туризмге жанашырлар, осы Маңғыстауым деп жанашырлар болса, осындай проекттерді көмектесіп, қолдау көрсетсе, біздің туризміміз Маңғыстауда дамиды деген үміттеміз.
дұрыс емес па Нұреке? Әрине, өте дұрыс. Сұхбатымыздың нәтижесін қарайық. Сонда бірінші бізде дұрыс гидтер жоқ. Екіншісінен бізде финансовый ешкім поддержка бермейді. Бірақ бұны кәсіби ретінде дамытатын болса, туризм табысты кәсіп деп табылатынын көріп тұрмыз. Дұрыс па екен? Әрине солай. Осымен біздің видео аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Біздерге поддержка беріп, астында подписаться қызылға басып, лайк басып, осы видеоны топқа шығаруымыз керек. Сол себептен біздерге комментарий жазыңыздар, ойларыңызбен бөлісіңіздер, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз қойыңыздар. Бәріне жауап береміз. Көп рахмет біздермен болғандарыңызға. Сіздерге тілейтін сәттілік және амандық. Сау болыңыздар.